Все, келген сияқтымыз. Менің мектебім ана жақта, сен өзің бара бересің ғой. Жақсы, давай. Қорқып тұрмын. Ал маған сәттілік. Қызым-ау, тезірек болсаңшы, қазір 1 минуттан кейін қоңырау болады, сабақ басталады, тезірек жүгір. Ой, кешіріңіз қазір. Мына мектеп әдемі екен. Мынау директордың бөлмесі сияқты. Ал мынау менің сыныбым. Қорқып тұрмын. Жарайды, кірейін. Ей, бұл кім? Біз танымаймыз бұны. Балалар, шуламандар, бұл қыз бізге жаңадан келген қыз. Кешіріңіз, сәти, мен кешігіп қалған сияқтымын ғой? Жоқ, кешікпедің. Болды, кіріп отыра бер. Тоқта, сенің есімің кім? Менің есімім Ақбота. Бұл бізге жаңадан көшіп келген қыз, енді сендермен бірге оқиды. Енді жақсылап қарсылап алыңдар, бұны ренжітпеңдер, жүре ма? Жақсы, енді отыр, сабағымызды бастай берейік. Сәлем. Ол қандай сабақ? Қазақ тілі сабағы. Мен әкеліппін. Жарайды, рахмет. Сен Ақботасың, не? Сенің атың кім? Менің есімім Диас. Ей, Саида, қараш, мына қыз келесісімен біздің жігітімізге таласып жатыр ғой. Уже Диастың вниманиясын аударып алыпты. Сол ғой. Да кто она такая? Мен бұны сабақтан кейін әбден сөйлесемін бұл қызбен. Ей, шыншы қатар, немене шуылдап жатсыңдар? Келесісімен шуылдаған несі сен қыз? Бізде сабақ болып жатыр ғой, қазір бәрі сабақ оқып отыр. Сендер болсаңдар гөбір сөйлей бересіңдер. Сабақтарыңды оқыңдар, болды. Ой, кешіріңіз, қайталанбайды. Болды, мен сөйлеспеймін, сабақтан кейін ғана сөйлесе аламын. Жарайды. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. 6-шы тапсырманы үйге аласыңдар. Барлықтарыңа бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңдар. Ой, әрең дегенде қоңырау болды ғой. Қазір қандай сабақ? Қазір алгебра сабағы. Келіппін онты. Алгебра апай қатал ма? Жоқ, вроде қатал емес, нормально. Ей, қыз, сен атыңды кім дедің жаңа? Ақбота, не болды, қыздар? Короче, жүр кеттік. Дәретханада сөйлесейік. Неге? Не үшін? Бір нәрсе болды ма? Жоқ, жүрсе танысайық бірге. Жарайды, танысуға қарсы емеспін. Сендер жақсы қыздар сияқтысыңдар. Жүр кеттік. Қыздар, қойсаңдар шондайларыңды, неге оған тиісіп жатсыңдар? Біз тиісіп жатқан жоқпыз, біз жай ғана сөйлесіп жатырмыз онымен. Жаңадан келген қызға тиіспесе жақсы болатын еді. Қыздар, не үшін шақырдыңдар мені бұл жерге? Атын кім дедің, тағы ұмытып қалдым. Ақбота, біздің атымызды жаттап ал, менің есімім Жұлдыз, ал менің атым Саида. Жақсы, танысқаныма қуаныштымын. Ал біз жоқ. Сен неге Диасқа жабысып алдың, сразу келе сала? Ол вообще-то менің жігітім. Ой, қыздар, кешірім сұраймын. Бірақ та мен жанына отыратын парталасым болғаннан кейін араласайын дегенім ғой. Екінші Диасын жанына отырмайтын бол. Апайдан сұран мені басқа адам жанына отырғызшы деп. Бірақ точно Диасын жанына отырма, ол мені подругамның жігіті. Қыздар, неге сонша грубо сөйлейсіңдер? Енді мен білмедім ғой сендердің жігіттерің екенін. Отырғызса, значит, басқамен отыра беремін. И вообще сен осы кабинетке кірген кезден бастап маған ұнамадың. Осы бізден таяқ жеп өтетін сияқтысың ғой, біздің тыңдамасаң. Ой, қыздар, олай қорықпаңдар. Әйтпесе мен директорға айтамын. Не? Директорға? Сен бізді солай қорқытқың келе ма? Біз ешқандай директордан қорықпаймыз. Так что осы туалетке жиі келіп сені ұрып жіберуіміз мүмкін? Оған сөйтіп жасасақ, ренжіме. Қыздар, не деп кеттіңдер? Ұрғаны несі? Мен сендермен дос болмаймын. Қарасай мынаның бәлесін. Қыздар, оған тиіспесеңдер, ол жаңадан келді ғой. Ойбай, сен қайдан шықтың? Сен бәрін тыңдап тұрсың ба, ұялмай? Енді туалетте болған соң естідім. Әйтпесе сен де таяқ жеуі мүмкін. Жарайды, түсіндім. Қоңырау болады, кеттік, жүр кабинетке. Таяқ жеп жүретін шаруа жоқ. Ал жақсы балалар, сабағымызды бастаймыз. Ақбота,
Ақбота, не болды? Неге менімен сөйлеспейсің? Әрең дегенде жауап бердің ғой. Менің сенімен сөйлесіп отыратын уақытым жоқ, мен сабақ оқуым керек. И вообще, енді сөйлеспей-ақ қояйық. Сенің қызың қызғанады ғой менен. Не? Қандай қыз? Мына артта отырған екі қыз маған сен үшін ұрысты ғой. Қызың бар болса, менімен немене сөйлесіп жүрсің, ұялмайсың ба? Қумашы, ол менің қыздарым емес, олар өтірік соғып жатыр. Білмеймін, менің басқа сөйлесетін уақытым жоқ, кітап оқуым керек. Жарайды, мектептен соң асықпай сөйлесейік. Ей, немене көбірлеп жатыр мыналар, сөйлеп жатыр ғой менің көзімше. Сендер қазір кабинеттен шығарып жіберем, тыныш отырыңдар екеуің. Айттым ғой. Жарайды, апай, кешіріңіз, өтінемін. Айтпақшы, мына қыз кім? Жаңадан келген оқушысың ба сен? Иә, жаңадан келген оқушымын, есімім Ақбота. Ақботасың ба? Жарайды, тақтаға шық сен. Ой, жарайды. Балалар, бұл сендерде соңғы сабақ па? Иә, апай, соңғы сабақ. Онда қазір қоңырау болуына 5 минут қалыпты. Енді сабағымыздың бәрін жасап қойдық. Енді сендер өздерің тыныш отыра беріңдер 5 минуттан кейін. Енді 5 минуттан кейін өздерің кете беріңдер. Ал мен болсам кете берейін, мен асханаға барайын. Қарным ашып кетті ғой. Кел әңгімелесейік. Жоқ, әңгімелеспеймін. Қашан қоңырау болады, тезірек кеткім кеп тұр. Неге менімен әңгімелескің келмейді? Бағана ғана нормально әңгімелесіп жатыр едік қой. Жоқ, сенің қызың бар, мен әңгімелеспеймін сенімен. Сенің кесірінен мен таяқ жеп жүргім келмейді. Диас, менімен әңгімелесейме, сенің қашан әңгіме айтады екен деп күтіп отырмын ғой. Я, ол қызға жабыспашы, өзі әңгімелескісі келіп отырған жоқ. Қыздар, мен өзім білетін шығар кіммен әңгімелескім келетінін. Ертең вообще мен апайдан сұранамын, мен басқа орынға отырамын, точно сенімен отырмаймын. Неге? Әлгі на қыздар үшін ба? Бұлар үшін ба? Неге? Нормально отырады қой. Мен жаман нәрсе істеп қойдым ба? Ренжітіп қойдым ба? Жоқ, просто не хочу. Түсінбедім. Түсінбей-ақ қойшы. Ой, әрең қоңырау болды ғой. Саған қаншама қырғын очередь болып жатыр. Ақбота, қайда кетіп қалдың, таппай қалдың ғой. Айтпақшы, сен қай жерде тұрасың, бірге қайтайық. Жоқ. Мен сенімен қайтпаймын, армандама. Жарайды, өзің білші. Сәлем. Сен жаңадан келген оқушысың ғой, Ақбота, қателеспесем. Иә, дұрыс айттың. Ал мен есімім Асия. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, мен де. Бір нәрсе сұрайын дедің ба? Жоқ, жай әшейін сенімен танысып, дос болайын дегенмін ғой. Дос болуға қарсы емеспін. Мына бүгін біз очередьтен шығамыз ба? Бұл таңғаларлық жағдай емес, себебі бізде сабақ біткен сайын осындай очередь. Қазір 40 адам шығып жатыр, сол үшін. Асықпай әңгімелесіп алсақ та болады. Ой, наконец-то босап жатыр. Кеттік. Ой, наконец-то шықтық таза ауаға. Қысылып кеттім әйтпесе мен. Мен де. Ақбота, кеттік бірге қайтайықшы, өтінемін. Мен саған қанша рет айтамын жоқ деп. Мен өзім подружкамен қайтамын. Сен де қырсықсың ғой. Жарайды, өзім білші. Мен балалармен қайтамын. Иә, қайта берші. Сол. Ал сен қайда тұрасың? Мен вообще анау жақта тұрамын. Алыс кішкене бұл жерден. Бұлай жаяу жүргенге кішкене алыс, машинамен өте жақын. Айтпақшы, біз кімді күтіп тұрмыз? Мен сіңілім бар, сол қазір сабақтан шығады, соны күтіп тұрмын. Әні келе жатыр екен ғой. Мені негізі бұл ерте, сабағы бітті, сол үшін мені күтіп тұрған ғой, наоборот. Сосын мені таппай қалған, осындай қырғын оқушылардың арасынан. Жақсы. Анау келе жатқан сенің сіңілің бе? Иә, дәл өзі. Міне келдім ғой әйтеуір дегенде. Біздің жолымыз бір сияқты, онда бірге қайтайық. Жақсы. Әпке, бұл кім? Менің сыныптасым, яғни досым десем де болады. Жақсы, кеттік. Әпке, менің қарным ашып кетті. Қазір үйге барамыз ғой.